Құрметті математика онлайн курсының білім алушылары, мен сіздерге бүгін 3-90 7 сынып алгебрасының басты тақырыптарының бірі болған екі өрнектің квадраттарының айырмасы тақырыбында біраз есептерді шығарып түсіндіретін боламын. Екі өрнектің айырымының олардың қосындысына көбейтіндісі тең болады сол екі өрнектің квадраттарының айырымына. Біз қазір осы осы формуланы мысалдарға қолданып көрейік. 4 қосу 3xy көбейту 4 азайту 3xy. Бұл жерде жақшаның ішінде екі өрнектің қосындысы және тура сол екі өрнектің айырмасы тұр. Біз формуладағы А және Б өрнектерінің орнында тұрған сандарды, бір мүшелерді ажыратып алуымыз керек. Мысалы, А-ның орнында қазір формулада 4 тұр, Б-ның орнында 3xy тұр. Демек, формула бойынша А квадрат азайту Б квадрат. Демек, 4-тің квадраты азайту Б-ның орнында бізде көбейтінді тұр. Сонда міндетті түрде жақшаға жазылу керек. 3xy-тің квадраты тең 16 азайту. Енді мына жерде біз 3xy-ті квадраттаған кезде міндетті түрде көбейтіндіні дәрежеге көтеру деген формуламыз бар болатын. Сол бойынша әрбір көбейтінді жеке сол дәрежеге көтеріледі, сосын көбейтіледі. Тура сол формула бойынша, ереже бойынша 3-тің квадраты 9, x квадрат, y квадрат. Келесі есепке өтейік. 5x қосу 6y, 6x азайту 5x. Бұл жерде А азайту Б, А қосу Б түріне келтіріп алу маңызды. Қарайтын болсақ, бізде айырма 6 азайту 5x болып тұр. Ондай болатын болса, біз міндетті түрде бірінші жақшаға өзгеріс енгізуіміз керек. 6y қосу 5x. Өйткені қосылғыштың орнын ауыстырғанмен қосынды өзгермейді. Енді біздің формуламызға келді. Бұл жерде А азайту Б, А қосу Б, екі жақшаның қайсысы бұрын келуі, қайсысы соңынан келуі маңызды емес. Тең болады 6y-ті квадраттаймыз. Азайту 5x-ті квадраттаймыз. Бұл жерде де міндетті түрде жақшаға жазылу керек. Тең 36y квадрат азайту 25x квадрат. Келесі есепте де тура сол ережені қолданамыз. Қазір біз бірінші жақшадағы 7q мен 2π-дің орнын ауыстырсақ болған. Демек, бізде болады 7q-дің квадраты азайту 2π-дің квадраты. Мен ортадағы қосылғыштардың орнын ауыстырған жолды қысқартып жазып жібердім. Тең 49q квадрат азайту 4π квадрат. Келесі есепте x азайту y бар, А азайту Б секілді. Бірақ мына жерде минус x, минус y болып тұр. Бізде қосуға ұқсамайды. Бірақ сәл 6-шы сыныптағы білімді қолданатын болсақ, бірінші жақшаның алдына минусты шығарып жүретін болсақ, x қосу y болып өзгереді. x азайту y тең минус. Енді мына жерді формулаға түсіруге болады. Дәл формуланың өзіне келіп тұр. x квадрат азайту y квадрат. Бірақ біз оны міндетті түрде жақшаның ішіне жазамыз. X квадрат азайту y квадрат. Бізде өйткені көбейтіндінің ең алдында бір минус таңбамыз бар. Жақшаны ашып жүретін болсақ, минус x квадрат плюс y квадрат. Тағы да осыған жалғасты С деңгейдің, Б деңгейдің күрделі есептерін келесі видеода көрсетемін.